Этнограф суретші Ғани Иляев шығармашылығындағы ою-өрнектер. Ғани Иляев қолөнер шебері, Ұлы Отан соғысының ардагері, КСРО суретшілер одағының мүшесі. Ғани Иляев 1916 жылы 21 ақпан күні Өзбекстанның Ташкент қаласында дүниеге келді. 1928 жылы Ташкент қазақ педагогикалық техникумда білім алып, 1932-36 жылдары Ташкент көркем сурет училищесін бітірген. Өзбекстанның халық суретшісі Александр Николаевич Волковтың шәкірті атанды. Ғани Иляев Ұлы Отан соғысына қатысып, майданда жауапты чертежші қызметін атқарды. Оның әскери бөлімдер мен артиллериялық шабуыл схемалары дәлдігімен және анықтылығымен ерекшеленді. 1944 жылы Қарашада денсаулығына байланысты елге оралды. Жауынгерлік ерлігі үшін мерейтойлық және естелік медальдармен марапатталды. Иляев кілем, сырмақ, алаша, басқұрларға арнап ою-өрнектің 15 мыңға тарта үлгісін жасады. Ол әсіресе өрнектің жаттықтылығы мен сызықтардың әсем дөңгеленуіне мән беріп, анықтылығы мен үйлесімділігін дәл таба білген шебер. 1958 жылы Мәскеуде өткен қазақ әдебиеті мен өнерінің оңтүстігінде Иляевтің 88 туындысы көрмеге қойылып, лайықты бағасын алған. Суретші ою-өрнектің заморфтық, өсімдік тектес және геометриялық түрлерін жүйелі зерттеп пайдалануды іске асырды. Оның 500-ден астам еңбегі республикамыздың галереялары мен көркемөнер қорына алынған. Қыз қуу, сәлем, айтыс композициялық төл туындылары үйлесімді бояу үндестігімен көзге түседі. Гүлденген оңтүстік, көктем атты кілем эскиздері көркемділігімен ерекшеленді. Әсіресе соңғысында қазақ халқының байырғы қолөнеріне тән қошқар мүйіз, толқын, бұғы мүйіз, құс қанат, құс таңдай сияқты өрнекті оюлар әлемі тоғысқан. Иляев түс киіздің, сырмақтың, үй ішіне тұтынатын тағы басқа алуан түрлі заттардың ою-өрнектерін жасады. Кеңес жылдары Ғани Иляев қазақ халқының ою-өрнектерін жинақтаған және зерттеген. Ол кісінің жинаған осынау бірегей мәдени мұралардың 5 мыңдай түрі кірген. Қылқалам шебері саналы ғұмырын кескіндеме өнеріне ғана арнаған жоқ, бірнеше буын шәкірттер тәрбиеледі. Қылқаламға ынтызар, жастардың шеберлігін шыңдады. Талай талапкер Шымкент педагогикалық институтындағы сурет және сызу мамандығы бойынша білім алып, суретшінің жолын қуды. Ғани Иляев шәкірттеріне ою-өрнектің қыр-сырын үйретті, ерекшеліктері туралы кеңесін де аямады. Қолөнер шебері, КСРО суретшілер одағының мүшесі Ғани Иляев 1991 жылы Шымкент қаласында дүниеден озды. Шымкентте танымал суретші және зерттеуші Ғани Иляевқа кеудемесін орнатылды. Шымкенттік шеберлер Дәурен Әбдібеков пен Насыр Рүстемовтың эскизі негізінде қырғызстандық мүсінші Базарбек Сыдықов жасаған мыс мемориал. Бүгінде Шымкент қаласының орталық көшелерінің бірі Ғани Иляев есімімен аталады. Ұлы руханияттың дамуына өлшеусіз еңбек сіңірген белгілі қылқалам шеберінің есімі еш қашан ұмытылмақ емес.